В селе Кышлав Белогорского района состоялась встреча односельчан. Для выходцев этого села традиция новая, они собираются второй год. Встречу начали с молитвы на старом мусульманском кладбище. Несколько башташей в траве – то немногое, что сохранилось от старинного крымско-татарского села. Койда қалды бір екі-үш ескі евчиклер, мезарок қалды. Сон да қалды екі құдық. Бір топек құдығы еді, екінші асты құдық. О асты құдықтан тұзлы су шығайды. Айванларын суартайдылар. Топек құдықтан су алып, деделеріміз су алайдылар. До депортации село Кышлав было практически полностью крымско-татарским, вспоминают его уроженцы. Бұл кой алдын мұнашы елға яқын екен. Чинас өзені елға яқын. Өткен кеткен сайтын Донской казаклар, Запорожье казаклары несі койге апансыздан ұжым етекенлер. Оның үшін қарайлар, көрелер апансыздан тоқтамайып шындай рассызлық балабан ола. Оның үшін койге уже қартлар, особенно şu benim karbabam nesillері hepsi bu çetke öteler. Hepsi olup 78 Koranta yaşaydı. 78 Korantadan hepsi olup iki tane Rus kişisi, abla, kardeş ikisi, Marusyaman Luba ikisi yaşaydı. Bizim evçigimiz iki katlı idi. Töpesinde şu Lubaman Marusya yaşaydı, aşağısında bizler yaşaydık. Стариков, которые родились в Кышлаве, с каждым годом все меньше, поэтому их воспоминания особенно ценны. Койдан чыққанда 3 жашындайдым. Бір шақылымда жоқ немесін. Уралға түштік. Сылған өмізін. Бірінші сепермен келгенде үй тұрайды да, темел ағашы тұрайды. Соны екінші сепер келгенде темір ағашта бұзылған, ербіші бұзылған немесіне. Қарбабам, анам бұл көйден. Бабам мұнай берден Янсала көйден, шыны Красночеловка. Бұл мұна Кышлав, Янсала, бұл ерлерде Түтінбек асыры. Бұл теректер мұна башта yok екен. Açıklık eden. Kıшлав дегені мұнда çok hayvan tuta ekenler. Hayvanlar мұнда Кышлав ekenler. Сон жайлавларға алып кете ekenler. Бұл тенелер жайлав. После выселения крымских татар Кышлав переименовали в Ольховку, а в 80-е годы село упразднили и включили в состав соседнего Баше. Сейчас здесь располагается садовое товарищество, но выходцы из Кышлава помнят и ценят историю родного села. Яшларымыздың терен бұшыге нетіп, олар бұшылермен мерақлансалар, біздің тамырларын білежік болсалар, оларына бұшылмен оғырасалар, яқшы болacak да.